Ема базар жоқ, әйтеуір видеоны түсіріп болдым. Ема азанмен тұра салып видео түсіріп тастап, енді ютубқа салып жатырмын. Өте керемет, жақсы видео болды деген ойдамын. Ендеше мен біреу тақылдатып жатқан сияқты есікті. Кім ол? Қазір ашайын барып. Кім екен ол? Ой, сандық. Есік қайттан аш. Кім тастады мынаны? Жетелсем ба? Мынау сандық. Ішінде не бар екен? Бұл не? Зелебр какой-то. И бұның ішінде не болады екен? Түсініп тұрған жоқпын. Бұл не? Чоза вообще? Ё-майо, ішіп қарай қал. Ой, не болды? О, ё-майо, достар, мен просто көрінбей қалдым ба сонда? Базар жоқ, достар, наңғараңдар. Кәдімгідей көрінбей тұрмын мен деген. Наңғараңдар, қазір сүт ішемін. И міне қарандар, осындай. Барша жанға сәлем, бұл Мейірбек арнасы. Бүгінгі видеомызда пранк жасаймыз. Алдағы жетелдерге невидимка болып пранк жасаймыз дегенде сендер лайктарыңды басыңдар, арнаға жазылыңдар, жазылмаған болсаңыздар. Ал мен видеомды бастай берейін тезірек. Давай қазір жетелдер біліп қалмас үшін сундукты босып тастаймыз. Наңғараң опшын, мынау жерде менің огородым, грядкам дегендей алдыңғы серияда салған. Енді мен деген, үйге кіріп зелен тексеруім керек. Бүгінгі видеода бірдеңе қызықтырақ пранк жасауға тырысамыз. Наңғараң жетелдер біліп қалмау керек оны дегенде. Жақсы, ендеше үйге кіріп зелен ішіп алайын мен деген. Жетелдер естімеген шығар деген ойдамын. Ішіп алайық осыны. Мен көрінбеймін деген ойдамын енді. Осылай туырлап қоя салайық дегенде. Енді шығамыз. Біз көрінбейміз енді жетелдерге вообще. Енді пранкты неден бастаймыз? Ең алдымен бізден осындай шөптерін бұзып тастайық. Көз алдыларында мынаңғараң жетел қарап тұр, шөп жақ қарап. И бұзып тастаймыз. Просто реакциясын қара. Мына жерде қалай бұзылып жатыр? Не болып кетті вообще? Достар, мынау кәдімгідей сеніп қалды, түсінбей тұр қалай болып кеткенін. Базар жоқ бар ғой. Мынау деген таңғалып тұрған шығар. Жабайты енді мына жетелердің көзінше мынаны бұзып тастайық. Ана қараңдар, не болып жатыр? Бұзылып жатыр шөптер өз алдына. Достар, мынаны қараңдар, просто сеніп қалды. Бұларда не болып жатқанын түсінбей жатыр, кәдімгідей бар ғой. Давайте ендеше мынаяқтағы қорасындағы малдарын өлтіріп тастайық бұлардың. Давай тезірек өл сиыр, давай өлтірейік. Екі сиырын да өлтіріп тастаймыз. Бір қызықтырақ пранк жасауға тырысамыз. Жақсы, жетелдер мынаны көрмей қалды, не болған. Жарайды, ендеше мынау көз алдыларында болмаса грядкиді және малдарды өлтіріп тастадық. Енді грядкиді бұзамыз дегенде ғой. В общем, осыларды жинап алайын бірінші мен деген. Сосын енді мына жерге губка қоямыз да, суын просто тартып алғызамыз да, мына грядкиді полный жоқ қылып тастаймыз мына жерден. Сонда жақсырақ болады деген ойдан. Мына жерге қоямыз. Давай суға қой. Міне нормальный болды енді. Енді бұза берсек болады. Су басқа жаққа жайылып кетпейді. Тұра, ар жақта грядке бұзылып жатыр ғой. Не болып жатыр вообще? Там түсіп тұрған жоқпын. Не болып кетті вообще мына жақта деген? Осы ауылда бір елес жүрген жоқ па? Не болып жатыр вообще, не? Жетелдер наңғарақ. Достар, мыналар просто сеніп қалған сияқты ғой. Ауылда елес жүр ма дейма, басқа не дейді? Базар жоқ, сеніп қалған ғой мыналар. Уже қорқып бастады мыналарың деген. Давай енді не істесек болады? Одан да бір қызығырақ бір нәрсе жасау керек. Давайте мына жетелердің көзінше давай нанды да бұзып тастай салайық. Давай. Тұра, не болып жатыр да? Бұзылып жатыр өз алдына. Қашыңдар, біздің ауылда точно елес бар. Қашу керек да елден. Просто сеніп қалған бәрі. Қашпаңдар, тоқта, деп қояйық, сәл қорқытып. Мына жетелдердің көзінше давай мынау үйді жарып тастай салайықшы. Осы үйді бомбамен просто жарып тастаймыз қазір. Осы жерге қояйық. Жоқ, сәл ары қояйық. Дұрыс болады сонда. И жарамыз, қараңдар. Жетелдерінен қарасаңдар, шеше жарылып жатыр ғой даже мұнда. Вообще бүгін не болып кетті мына қараң. Мынау кім? Что-то какой-то эффективный біреу жүр ғой мұнда. Аналарыңмен көріп қояйын дедім ма? Неме эффектімді көріп қойып жатыр ғой мұнда даже. Жарайды, мынаны бұзып тастай салайық. Криша тұра берсін да. Криша тұра берсін ендеше. Бұзбай қояйық бұны. И қараңдар, просто олар деген сеніп қалды. Мен көріп тұрман, көрмей тұрман, мен сомневать етіп қалдым ғой. Маған қараған кезде бағана кішкене қорқыны білмеймін енді. Мынан қасына ТНТ қойып көрейікші. Ол қашып кетті ол деген. Жарайды, ендеше сәл мына жаққа барайық. Жетелдер осы жақта жүр көбінесе. Осы жерге қояйық. Что-то мыналарын мынау көріп тұрған сияқты ғой мен. Что-то ё-майо. Мені сонда байқағандай болдым, мен эффективный біреу жүр кәдімгідей. Походу явно көріп тұрғын мыналар мен. Сонда тоқташы, мынаны көрейікші. Мына көріп тұрма жетел.
Житель. Анау көріп тұр ғой мені. Яғыл деп тұрсың сен вообще. Мен сені көріп тұр вообще. Білесің ба, мен ең көзі өткір бәрімі ғой бұл ауылда. Жақсы, ары қарай көріне сала жетелдердің бәріне дұрыстап тұрып көрінейін. Тадам. Ошымды жетелдер міне мен өзім пранк жасаған болатым сендерге кішкене пранк жасаймын деп я осындай ой келді маған. Натуре айтайын бар ғой Мейірбек, сен вообще пранкқа өтпей қалдың ау. Басынан бастап көруге боласың. Сен білмейді екенсің ғой жетелдердің қасиетін. Жетелдеріңе невидимости боласың ба, басқа боласың ба, по-любому көрінесің, білесің ба? Қой, натуре ма сонда мен басынан бастап көргенсіңдер ма? Кетші осында пранк дейді ау. Натуре мыналар мен көріп қойған сияқты. Жақсы, ендеше жетелдер бәрін туырлайтын болам мен алдағы ренжімең. Ну реально достар, біздің пранкымыз өтпей қалған сияқты ауылдағы жетелдерге. Өткен мобтарға сен невидимости боласың ба, басқа боласың ба, по-любому көрініп тұрады екенсің. Өтпей қалды бұл пранк. Жақсы, ендеше осымен видео аяқталады. Ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса лайктарыңды басып арнаға тіркеліңдер, тіркелмеген болсаңыздар. Ал мен осымен видеоны аяқтайын. Келесі кездескенше, амандықта жүздескенше дегендей сау болыңыздар достар. Бәріңізге сәттілік, сау болыңыздар.